Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын тоқаштардың рецептімен бөлісемін. Бізге жылы су, жылы сүт, еріген сары май, қант, ашытқы және тұз керек. Алдымен таза ыдысқа суымызды, жылы сүтті, еріген сары майды, қант, ашытқыны және тұзымызды қосып араластырамыз. Толық рецепті видеоның астына қалдырамын. Кішкене сұйық май құямыз. Тағы бір араластырып алып, ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отырып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Кішкене ұнмен бірге кішкене қамыр қосып жібердім. Тағы да ұннан салып, ситынан өткізіп, алдымен шанышқымен ұнымыз әлі аздау, ұнды көз мөлшерімен салдым. Қолымызбен қамыр илейміз. Мінекей жұмсақ қамырымыз осылай жұмсақ болу керек. Енді бетін салафанмен жауып, жылы жерге 30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Мінекей көтерілді. Енді бір қайтара басып қоямыз. Бетін жауып, тағы да 30 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Неке қамырымыз көтерілді, қолға жабыспайды, жұмсақ. Видеода көріп отырғандарыңыздай, енді осылай бөліктерге бөліп шығамын. Бетіне сепкенге печенье мен макты араластырып алдым. Енді барлығын осылай жайып, ішіне кішкене қант салдым. Өте дәмді болып шығады. Неке осылай орап, шетінен ортасынан осылай кесіп, осындай форма жасадым. Жаңағы үгітіп алған печеньені сеуіп шықтым. Енді екінші тағы бір түрін жасаймын. Қант сеппей жаңағы печеньені себуге де болады. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Осылай төрт жағынан кесіп алып, осылай ортаға жинап, бұл гүлдің формасы болды бізде. Барлығын жасап алдым. Енді қалған бөлігін осылай домалақ қылып жасадым. Осы аралықта пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Асты үсті біркелкі піскенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің тоқаштарымыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептіммен жасасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып,
тіркелуді ұмытпаңыздар.